Ну что, девочки, что делаете? Я вот сижу на 4 стенах, смотрю, никого нету со мной. Скоро, наверное, с ума сойду. И так-то у меня все было не то. Я когда сюда поступила, у меня спрашивают: и вы за границей были? Я говорю: какой там граница? Я никогда не вышла из города. Аул, город, аул, город. В последнее время не выхожу с квартирой. Даже сейчас муж дома, мы не выходим с комнаты. Угу. Они говорят: ну это хорошо. Я говорю: раньше похвастались, что выходим за границей. А мы сейчас похвастаемся. Мы никогда не были в Италии, не были в Турции, не были в Дубае. Вот, жизнь-то бумеранг, говорю. Они говорят: ой, Мөлдір, ты права. Шынды болып кетейін деп отырмын. Бір шетінен 2 кітап оқыдым, 5-6 кино көрдім. Бір киноны көріп, ебіл түнімен жылап, өліп отырсам, біреу өтіп жатыр мына жерде. Жаңғырдың ғой, мә, жаман. Ондай дауыс енді менде болмаған өмірде. Деп сөйтсем, медсестра келді: тыныш, не болды? Шоламаңыз, жоқ, мен сізді бір көріп кетейін деп келдім. Ойбай құдай сақтай бір. Мана төсекке былай жатып жүрген ғой, былай жатқан кезде бүйтіп тұратынмын ғой. Одан жастықты былай қойған ғой, ояқтан бүйтіп тұрамын дегенде стена алдым да. Бісмілләмді айтып, қайтадан тұрсам стена, білмеймін былай жатып алған. Сонымен стенаны немене бәле деп тұрмалап, деп одан бір шошыдым. Енді бар ғой, үйге жеткенше не болатынын білмеймін енді. Жынды болып отырмын. Я только на русском буду теперь блока снимать, потому что на русском языке девочки, блогеры, они так, процветание у них идет, а у меня процветания нету. У меня ничего нету, короче. Лучше быть блогером на русском, тогда будет контента много, и блог будет хорошо идти. Вот, понимаете? Қалжыңдап отырмын. Күйеуім айтқан ғой, мынандай блокнотымды әкеп берші дейді. Ішін ақтарыма қарамай әкеп берші деп. Өзімде де обал жоқ. Ешкімге көрсетпей бірдеңе жазып, армандар. Елдің бәрі армандар картасын істеп жатыр, құрсын. Мен де істейін, нем кетіп барады деп, мен де істегенмін. Осының ішінде карталады. Сөйтсем, күлкім келеді. Кен келесін, бөлменің есігін наяқтан шығарып қойыпсың ғой, біз наяқтан шығарамыз деп айтып едік қой деп, үйдің несін сызып қойған ғой. Соны айтады. 2 этажды сызып алып деп, ой деп қойды. Не үшін көресің деп, жаным ұстап. Мен президенттің қасына сүйрейтім деп сақ қойыпты деп, бәрін көріп келген ғой. Бәрін көрген. Әп-әдемі сүйретім бәрін неғып жеттім деп ұрысып отыр. Мына қара, шетелді қара. Мына қара қандай әдемі болып кететінді. Істеген ғой мен елдің қамай. Мынаған бармаймын енді, құсын қазір жоқ істеймін. Италияға барғым келіпті ғой менің. Ойбай, керек емес. Әп-әдемі сүйретім бәрін етін шығартып, айқайлап ұрысып отыр. Сөйтіп армандар картасын жасағам ғой менде. Астананың қақ төрінен үй алам деп бәрін жазып, бәрін оқып қойыпты, жынымызды отыр қазір, өшірем бәрін.